Батасын беріп, қол жайып, жат қылады құданы. Үстіне сауыт кигізді, жанына байлап болатты. Беліне садақ ілгізді, тапсырдым деп жалғызға амандасып жүргізді. Мен Айдарбекова Ғазиза Qazaq Қазалы ауданындағы номері 226 мектеп-гимназияның 7-ші А сынып оқушысымын. Мен қобыланды батыр жырын жадымда жаттап, санамда сақтап алдым десем де болады. Мен Тұлпар мініп алған қобыланды батыр жырына толықтай дайынмын. Мұндай үлкен орны бар, маңызды байқаулар бұған дейін өткен шығар, бірақ бұл байқаудың орны ерекше деп есептеймін. Өйткені бұл байқаудың балаларға берер тәрбиелік мәні зор, патриоттық тәрбие беруде әсіресе маңызы зор деп есептеймін. Сондықтан енді білім беру ұйымдарындағы әсіресе тіл мамандарының еңбегін ерекше атап өтуге болады. Біздің ауданнан 340 оқушы осы байқауға қатысуға тілек білдіріп отырса, көптеген оқушыларымыз осы жырдың марабай нұсқасын толық жаттап алды.